Hi guys, how are you? I would like to talk you smiles for third grade at page 94 and 95. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 3 сынып Smiles оқулығын бойынша 94-95 беттердегі тапсырмаларды қарастыратын боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Look at the picture. Is it sunny or rainy? Суретке қараңыздар. Күн шуақты ма, әлде жаңбырлы ма? It's rainy өзі, yes. Яғни жаңбырлы. Тапсырманы орындамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Boots етік, sandals сандалик, shorts шорты, umbrella қолшатыр, raincoat плащ, t-shirts футболка. Екінші жаттығуға қараймыз. Which of these do you need when it's rainy? Put a tick or a cross, then say. Яғни жаңбырлы ауа райы кезінде бізге не қажет? Соларды біз жаңбырлы ауа райы кезінде киетін киімдердің тұсына біз белгі қойып шығуымыз қажет. Ал енді жаңбырлы ауа райында кимейтін киімдерге X белгісін қойып шығамыз. The first sentence. I need boots when it's rainy. Put a tick. Yes? Яғни бір етікті біз жаңбыр жауған кезде киеміз, қажет бұл бізге. Сондықтан птичка белгісін қоямыз. The second. Sandals. Яғни сандалик. I don't need sandals. Put a cross. Яғни X белгісін қоямыз. The third. Shorts. I don't need shorts. Yes? The fourth. Umbrella. Қолшатыр. I need umbrella when it's rainy. Yes? The fifth picture. Raincoat. Plush. Yeah? I need raincoat when it's rainy. The sixth t-shirt. Yani футболка. I don't need t-shirts. Яғни футболкаға біз X белгісін қоямыз. Raincoatға птичка, umbrelаға птичка, жаңбырлы кезде бізге қолшатыр керек. Shorts, жаңбырлы ауа райы кезінде біз шорти кимейміз. Сондықтан X белгісін қоямыз. Sandals, X белгісін қоямыз. Boots, птичка белгісін қоямыз. Келесі тапсырма 3 жаттығу craft work experiment, яғни қолөнер бұйымдарын жасау. How much does it rain in a week? Яғни бір аптада күн сайын қанша жаңбыр жауады? Соның көлемін анықтау мақсатында осындай тәжірибелік жұмыс ретінде осындай бұйым жасап алсаңыздар болады. Яғни өзінің әр этаптары көрсетілген, сол этаптар бойынша. Енді бұндай тапсырманы үйде өздеріңіз эксперимент ретінде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.